Йо, достым, қалай жағдай, братец мой, родной мой, дорогой мой Гена. Көріспегелі қанша болды уже, братуха. Бізде бүгін керемет, мощный, сочный жаңалық. Бізде бүгін традиция бойынша мощный обзор, родной мой. Қандай обзор деп мазаланатын болсандар, уже примерно менің мощный толстовкамнан білуге болады. Неге мощный еткеннен бұны жерде мощный фирманың брендтің аты тұр. Go Poco деп. Керемет смартфонда бүгін біз екеуміз обозревать ететін боламыз және де обзор толықтай жасайтын боламыз. Телефонның өзі қайда деген сұрақпен сен қатты мазаланып жатсаң, телефон бізде жай ғана өзі ғана келген жоқ, ол бізде осындай Poco бокста келді. Қараңдаршы қандай әдемі сұлу дизайнда істелген мына біздің қорап. Өзінің фирменный бренд стилінде қара және сары түсте елка, яғни шыршаның ішінде Poco деген бренд жазылған. Оригинально, мощно и және де керемет әдемі жасалған. Қораптың ішін ашатын болсақ, ал қорап былай ашылады бізде. Қорапты ашатын болсақ, ішінде бізде әрине не күтіп тұр? Біздің сүйікті де сүйкімді өзіміздің смартфон күтіп тұр. Бұл қандай смартфон деп сұрақ қоюшыларға мінекей жазылып тұр. Poco C65. Мощный, сочный, қалай айтсам болады тағы да, идеальный, әдемі, сұлу, екенін айтып қойыппын уже. До того даже сөзім бітіп қалды ғой мына телефонды описать етуге. Неге дейтін болсаң, өйткені бұл телефонды мен заочно уже білемін. Яғни мен өзім Poco фирмасының фанаты екенін сен де білесің. Жыл сайын бұлардың жаңа смартфондарына әдетте постоянно обзор жасаймын. Жыл сайын, родной мой. Так, және де бұл смартфон тек қана бұл қораптың ішінде жалғыз емес, бұл қораптың ішінде тағы да бізде не? Бізде Poco Watch деген бар екен. Мінекей көріп өтсіңдер, Poco Watch бұл тоже жаңа біздің продукция деп айтса болады. И және де осы Poco Watch'ты мен тоже қатты қызықтым осы сағатқа. Бұл сағаттың ішінде сағат жоқ, не себепті дейтін болса, уже бұл сағат менің қолымда. Мынаған қалай шыдайсың, родной? Қараш қандай сосочка өзінің сап-сары стилінде, қайқа. Сап-сары стилде Poco деген жазуымен, родной, қараш қандай соп-солы, четкий, дерзкий. В общем, бұл сағатты біз қарамаймыз, қорапты жабамыз, қорапты былай қоямыз, бізбен бірге пусть с нами потусует. Енді біздің бүкіл назар мына смартфонда болады. Бұл смартфон реально мощный смартфон и және де өте арзан бағада. Неге қанша, неше сонша көп айттың арзан бағада деп, прям неше деген сұрақпен қатты мазаланушыларға мен бұл сұраққа спокойно жауап бере аламын. Бұл телефонның бағасы небәрі 60 000 теңге. Және де Белый ветер магазиндерінде оңайлықпен спокойно таба аласыздар. Белый ветердің ссылка с описанияда болады, так что бұл смартфон бәріңе жетеді деп ойлаймын, және де әр адам өзіне сатып ала алады деп те ойлаймын. Короче, брат, шыдай алмай жатырмын. Давай, распаковканы бастайық. Ал распаковкаға өтейік. Жеге мінекей Poco телефоны өзімізде, өзінің стандартный, өзінің толстой коробкасында, значит, өзінің данныйлар тұр. Poco C65 Blue және де 8 гигабайт, RAM 256 гигабайт ROM. Яғни 8 гигабайт азуымен және де 256 гигабайт өзінің памятімен. Прикиньте, 256 гигабайт память деген неше түрлі біраз нәрсеге де жететін керемет память қой, братец. Ал давайте торжественно ашатын боламыз. Так, оп, как всегда, біздің Poco'ны по традиции үстіп ашатын боламыз. Мінекей ішінде смартфон сразу, смартфонның өзі, так, смартфонды былай қоямыз. Так, и және де ішінде дальше бізде не бар екен? Симка ашатын, слотты ашатын өзінің енесі бар. Так, және де бұл жерде бізде қажет жоқ ешкімге макулатура бар екен. Так, бұны арғары тығамыз. Бұл бізге дымға қажеті жоқ. Так, мына жерде бізде өзінің адаптері бар екен. Адаптер USB. Міне түп жағын көріп отырсыңдар, USB. И өзінің зарядтайтын құрылғысы, яғни USB Type-C и түбі опять таки бізде ескі USB-міз. Мінекей осындай өзінің зарядкасы бар, және де болды. Ары қарай бізде пока ештеңке жоқ екен. Так, пока бәрін орын-орнына қоя салайық. И телефонның өзіне кірісетін боламыз. Давайте телефонды распаковка жасайық. Телефонды распаковка жасаймыз. Мінекей былай шығарамыз. Так, алып тастаймыз. И артын әлі көрген жоқпыз. Вау!
мынау базар жоқ натуре мощный поко екен түрін қараңдаршы қалай свет переливаться етіп жатқан. Так, мына жерде сразу байқайтын затымыз ол бізде камера жақ, көріп отырсыңдар. Камера жақ, және де камера жақта бізде бір основной камера, және де макросъемкамен и зумның өзінің жалпы 3 камерамен оснащенный екен. 50 мегапиксель АИ камера дейді. Поко деген жазуы бар, мына жері глянцевый екен, ал мына қалған беті болатын болса, бізде уже матовый және де переливающийся бір какой-то элементтен істеген екен. Оны қазір полностью біз толық обзорда разбирать ететін боламыз. Мә қараңдаршы қандай әдемі, ё-моё. Мен прям реально шок болып отырмын, шыны керек. Так, нам алып тастайық сразу. Все, бүкіл телефонның витін құртып тұр да. Опа! Деп алып тастайым, все, опана. Вот, другое дело. Мә, неткен сұлу телефон, я прям аж таңғалып отырмын, шыны керек ше. Ведь жүресінде типа қалада, қолында сағат Поко, қолында телефон Поко, вообще топчик. Так, мына бетінен алып тастайық тоже. Оп, дымға керек емес біздің рекламный щиток дейді ғой. Жақсы көретін май кәдімді распаковканша. Сұлу, өте әдемі смартфон екен кәдімді. Действительно, дәу еще қолдашы, мәссаған. Арты вообще топчик қой, топчик. Телефонды қосатын болсақ, вообще, айтамай машин, вообще натуре топ ема. Шет жағында бізде өзінің качелькалары бар, громкость төмендетеді, және де азайтатын, көбейтетін блокировка бар екен. И және де бізде по ходу дела осы блокировка сразу отпечаток пальцаның сканері болып есептелетін секілді. Ал толығырақ распаковкан біттік, толығырақ осы смартфонды талқылайық, родной мой. Давай келесі кадрға өтейік. Айтпақшыдай Джеги, естеріңе сала кетейін, бізде алдымызда әлі жаңа жыл келе жатыр. Айтпақшыдай жаңа жылдарыңмен комментарийға бәрі жазып кетіңдер. Егер де сіздер өздеріңіздің туысқандарыңызға, отбасыға, достарыңа, қыздарыңа, немесе жігіттеріңе не сыйларыңды білмесеңдер, онда оқас жоқ. Неге десең болсаң, өйткені бұл смартфонның жаңа қайталап өтейін 59.990 теңге тұратын смартфон, әрі және де мощный, қазір более детально айтып беретін болам бұл смартфон жайлы. Бұндай бағамен смартфонды, мне кажется, енді менің ойым, кез келген адам өзіне сатып ала алады. Даже студенттер спокойно бір 3-4 күн, 5 күн таксовать етіп максимально спокойно осы телефонды таба алады, родной. Так что Poco фирмасына рахмет, осындай керемет смартфонды халықты ойлап шығарып бергеніне. Poco C65 6,7 дюймдік LTPS LCD экранымен 720-да 1650, яғни HD+ разрешениясымен, 90 Гц жаңарту жылдамдығымен және 1050-да бір контрастымен бірге келеді. Сондай-ақ ол ақпаратты ыңғайлы 3 жақты пердемен көрсетеді. Құрылғы музыканы тыңдауға және оның қуатты аудио сүзгілерінің көмегімен ойын ойнауға арналған керемет динамиктермен жабдықталған, родной мой. Толық қазір бар ғой. Даже музыка шықпаса да музыка шығып тұр десең, Шаң мен ылғалдан қорғау үшін P2i наны жабыны және пластикалық корпус қолданылады. Пайдаланылған бет 82.9%-ды құрайды. Құрылғы 12 нанометрлік Mediatek Helio G85 процессорын пайдаланады. 8 гигабайт азу және 256 гигабайт жадына қолдау көрсетеді. Родной, 256 гигабайт деген, о май гад, қой қазір кәдімде ішіне біраз нәрсе сияды, яғни былайша айтқанда қалтасы көп десең, Жадты кеңейту технологиясының көмегімен азуды 16 гигабайтқа дейін арттыруға болады. Сыртқы сақтау құрылғыларымен және де микро SD салуға мүмкіндігі бар смартфон. Қауіпсіздік үшін құрылғының бір жағында саусақ ізі сканері бар. Ал енді камера жағына тоқтала өтейік. Poco C65 3-тік камерамен жабдықталған. Жаңа распаковкада көріп отқан кезде мен сіздерге более подробно көрсеткен болатын. Міне 3 камерамен жабдықталған. Ол 50 мегапиксель және ISO-cell жарық күші бар камерасы негізделген. 2 мегапиксель макролинза. 2/4 жарық күші және де 4 сантиметрлік фокустық диапазон. Портреттік суреттер үшін 2/4 жарық күші бар 2 мегапиксель линзасы да қолданылады. Селфи үшін 2/2 және де CMOS жарық күші бар, 8 мегапиксельдік сенсоры бар. Желіге қосылу үшін және де деректерді беру үшін Bluetooth 5.3 Dual SIM режимінде жұмыс жасау. NFC аудио джек қол жетімді. Ең қызық нәрсе, жігіттер, ең бізге пайдасы бар және де бізге өте қажет нәрсе смартфонда, ол бізде батарея, дұрыс па? Бұл телефонның ішінде 5000 миллиампер братец батареясы бар. Яғни бүгін зарядтада
2 аптадан кейін қойшым қайтып зарядкаға қоясың ғой родной. Әрине ол қалжың родной, 2 апта қандай телефон шыдайды, бірақтан да 1 сутка тоқтамай спокойно телефонды қолдана берсеңдер болады. Және де бұл еще 18 ваттық тез зарядтау зарядкасын қолдайды родной моя. Қараш, қандай сосочка телефон, өзінің бағасы да, өзі де, камерасы да, батареясы да, вообще бәрі полный мощный, короче, процессор вообще. Конфетка ғой. Ал мінекей жігіттер, қыздар, бізде осындай керемет мощный смартфон. Өздерің көріп отырсыңдар, братец, қандай керемет телефон екен. Және де жаңа жыл алда. Егер де жаңа жылға қандай сыйларыңды білмей жатсаңдар, отбасылар, туысқандар, достарыңа өздерің біліп отырсыңдар, смело Poco C65 телефоны, әрі қолжетімді, әрі мощный, сочный, дерзкий, как пуля резкий. Бұл смартфонды сатып алам деушілерге жеге. В обязательном порядке. Белый ветер сайтына кіріп, немесе магазиннің өзіне барып, Poco C65 беріңізші деп айтсаңыздар, сіздерге әрдайым көмектесуге Белый ветер сотрудниктары дайын. Сол себепті ссылканың бәрі описаниеда, братец. Мощный смартфон. Мен қазір бұл смартфонды аламда әлі біраз уақыт шықылайтын боламын. Так что өзінің данныйларынды енгізу керек дегендей, сенімен бірге отыра беретін уақытым жоқ, родной. Тем более, что у нас на носу? Дұрыс сапля, сол себепті бірін-бірімізді уақытымызды алмай қойық, сен мен уақытымдама, мен сен уақытымды жатып қойдым, родной. Сол себепті мен кеттім телефонға қазір бүкіл данныйларды кіргізіп, короче бар ғой. Бұның еще экран дәу ғой. Экран дәу болғаннан кейін спокойно, как будто планшетте отырған сияқтысың, родной. Сол себепті қазір бар кино көретін болам, родной. Все, давайте. Келесі видеолар көріскенше. Келетқан жаңа жылдарыңмен айтпақшы. Мен те құттықтауды ұмытып кетпеңдер комментарийда, родной. Сені құттықтағаның маған лайк тастағаның. Все. Давайте. Мен кеттім. Я отсын, мен кеттім.